Үстінде осындай қытырлақ ірімшігі бар кабачки пісіруді рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен осы екі кабачкидің үстін жақсылап тазалап аламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Өте керемет рецепт. Мен өзім кабачкиді ұнатпайтын едім, бірақ мына рецепттен кейін мен де жей алдым оны. Осындай қалыңдықта видеодағыдай кесіп аламыз. Ал енді тұзды суды құйып, кемінде 15-20 минутқа батырып қоямыз. Ал енді оған дейін 2 жұмыртқа және 100 грамм сырымызды араластырып қоямыз. Көптеген оригинал пайдалы рецепттер іздесеңіз, менің каналыма міндетті түрде жазылып кетіңіз. Енді үстінен 1 шай қасық тұз және 1 шай қасықта қара бұрыш салып, тағы да араластырамыз. Бізге тағы ұн және канешура сухарисі керек болады. Ал енді жаңағы судағы кабачкилерімізді жақсылап сырғытып аламыз. Одан кейін ең бірінші ұнға жақсылап малып аламыз. Бүкіл жеріне тиюі тиіс. Одан кейін жаңағы ірімшікті массаға, ең соңында канешура сухарисіне малып аламыз. Канешура сухарисін базарлардағы азық-түлік сататын кез келген оптовый жерлерден табуға болады. Енді орташа майда 2 жағын қызартып пісіріп аламыз. Осылай майда қуырылған кезде үстіндегі ірімшігі еріп, бір қытырлақ қабат пайда болады. Видео сіздерге ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыз. Міндетті түрде осы рецептпен кабачкиді жасап көріңіз.